Йоу, бәріңе сәлем достар, сіздермен Карло. Бұл видеода РП-нің маңызды жерлерін қысқаша айтып түсіндіріп кетемін. РП ролевая игра, то есть әр адамның өзінің персонажына арналған рөлі бар. Ойынның барысында сол рөлін ойнайды. Ойнап сен бандаға или госорганизацияға кіресің. Сол кезде сенен РП проверка сұрайды. Сені артқа қара деп, мен не істеп тұрмын деп сұрайды. Сол кезде сен, соответственно, менің артында көзім жоқ, немесе көріп тұрған жоқпын деп жауап беруің тиіс. Ары қарай сені билетеді, немесе там басқа қимыл жаса деп айтады. Сол кезде чатқа тоқта, бүйт, сүйт деп жазады. Егер чатта осындай жақшалар тұрса, сен тыңдамайсың. Бұл чаттың ойынға қатысы жоқ. Молодец, сен РП-ні уже жартылай білесің. Ары қарай видеоның описаниясында әртүрлі РП терминдарды қалдырам, обязательно соларды жаттауың керек. Сосын автомат, пистолет, сондай заттарды шығаратын кезде сен обязательно отыгровка жасауың керек. Ол мысалға былай болады. Мысалға автомат шығаратын кезде достал автомат из-за спины деп айтуың керек. Ол РП термин бойынша сондай бір правило. Оны обязательно должны все соблюдать. Пистолет шығаратын болсаң, мысалға достал пистолет из кобуры деп айтады мысалға. Сендермен болған Карло, каналға тіркеліңдер, жазылыңдар, осы РП терминдарды жаттап жүріңдер. Қайттан қайталайым, описанияда бүкіл РП терминді қалдырам, сол негізгісін қалдырам. Соны обязательно жаттап, сөйтіп жүріңдер. Давайте. Здесь рос, делал то, что умел делать либо. Я просто совру, я просто совру. Здесь рос, делал то, что умел делать либо. Я просто совру, сказав, что здесь был выбор. У меня была мечта и было не до их ебаных игр. Я всего лишь хотел воплотить ее. Тихо, как падал снег, падал весь квартал. Мы падали на полпути во сне в поисках нала. Я с падалью сжег из 5 на все 10 баллов. Мы не жаловались даже, когда слетало ебало. На странных листах мои детские обиды. Мой дерзкий забытый работами папа не подавал виду, что бедность уже здесь и что он просто ебал Фемиду. Нахуй время долгов, пришло время кредитов. Да, теперь у нас каждый день как день рождения. Мы купим большой плоский телек в воскресенье.